Сәлем достарым, бүгінгі видеода қызанақты қысқа қалай тұздайтынымды көрсетемін. Арнаға тіркеліп, үліпіл басып қойыңыздар. Жаңа терілген қызанақтарды тағы да сорттаймыз, ішінен бүтіндерін қалдырып, оларды жуамыз, тазартамыз. Бақшада қызанақтың түрлі сорттары өседі достар, соның ішінде мен пальчики мальвины және новичок деген түрін алдым. Бұл екеуі орташа және шағын көлемде, тұздағанға өте ыңғайлы. Жуылған қызанақтардың түбінен екі жерінен тесіп қоямыз, ол тұздағанда жарылып кетпеуіне септігін тигізеді. Сонымен қатар достар, банкілерімізді алдын ала дайындап, жуып, 2-3 қайтара жуып тазалап қоямыз. Әр қарай 3 литрлік банкіге 2-3 талдан лавр жапырақтарын саламыз. Және де шиенің жапырақтарын қосамын, укроппен жуып, оны банкілерге саламыз. Шиенің жапырақтарын 3 талдан, укропты да 3 зонтик, 2 зонтиктен салсаңыздар болады. Іс арасында банкінің қақпақтарын де стерилдеп алыңыздар. Әр банкіге 10-12 талдан қарабұрыш салып шығамыз достар. Одан кейін сарымсақ. Осындай үлкен болды менің сарымсақтарым. Әр банкіге 2 тал, 3 талдан салып шықтым. Бізде 3 литрлік банка. Соңынан қызанақтармен толтырамыз. Міне достар, бұл біздің тұзды құюға дайын болған банкілеріміз. Ендеше достар, әр банкіге 1,5 литрдей су кетеді деген есеппен 10 литр су қайнаттым. Мына банкіге қызанақтар толтырып аямай сала беріңіздер, себебі су құйылған кезде бұл басылып қалады. Мінекей достар, қайнаған сумен толтырып жатырмын. Осыдан кейін қақпағын жауып 15 минут күтеміз. Он 15 минут өткеннен кейін банкідегі сұйықтықты қайтадан кастрюльге аударамыз. Әрі қарай тұздық дайындаймыз. Суға осы қоспаларды қосамыз. Осылай сұйықтықты қайнатып, банкілерге құйып шығамыз. Тұздықпен толтырылған әр банкіге 2 таблеткадан аспирин салып, оны жақсылап бетін қақпақпен бекітеміз. Төңкеріп қойып, қақпақтың дұрыс жабылғанын бақылаймыз. Егер дұрыс жабылмаса, су ағып кетеді. Мінекей достар, қысқа банкіміз дайын. Бұл 2 апта өткендегі көрінісі, қызанақтардың ешқайсысы жарылмаған, тұздығы сондай мөлдір. Ал дәмі де тәтті деген сенімдемін. Достар, арнаға жазылып пікір қалдырыңыздар, өздеріңіздің мәзірлеріңізді жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.